Барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Зіп, бүгінгі видеороликте біз Bedwars ойнайтын боламыз. Егер де видеоны көп созбай, каналға тіркеліп отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Біз видеоға кеттік. Достар, міне ойынның басталуына 3-ақ секунд қалды. Ендеше біз дайын болсақ, біз кеттік. Ал давайте ресурс жинатсақ, ендеше ресурсты алып болғаннан кейін сразу біз моментально кіріп шалып, анау противниктер жаққа барып кроватын тез сындыруға тырысамыз. Бірақ бұл мен танымайтын карта сияқты барынша енді үйреніп кетуге тырысатын боламыз. Тез ресурсымызды алайық, одан кейін резко шабуыл жасайтын боламыз. Достар, короче, мен кроват іздеп жатырмын, кроватымыз таппай жатырмын, әні іздеймін, міне іздеймін, мә табылмай. Құлап кеттім мен. Сәл алдым, аман қалдым. Шүкір Аллаға. Мә, достар, мен жүректен жүрек қоймады. Мынау кәдімгі шошып кеттім, кәдімгі құлап өліп қалдым ба деп, видео қызықсыз болып қала ма деп жүрегім ұрып кетті, достар. Бірақ Аллаға шүкір, аман есен қалдым, енді видеоны жалғастырып кеттім. Осылайша мен қарсылас сары команданың сазайын берейін деп бара жатырмын. Қазір мен сендерге көрсетемін, қалай ойнау керек деген. Мә, саған, мә. Жоқ, керек емес. Қорқам, қас, достар. Қас. Өлейін деп қалдым, сәл оманды. Мә, кереміз. Осылайша ішім ашып, мен қайттан ресурс жинап кек алуға аттандым. Осы достар, біздің кроватымызға айықса, сол таба алмай қойдым ше. Осы жерлерде мекен кроват? Мына жерден оңды. Бұлай отырғаным болмас деп, құр отырмайын деп, мен қайттан өз ісіме кірісейін деп шештім. Достар, бізге тезсіз адамдарды тауып, бізге өлтіру керек. Жоқ. Ну ничего страшного. Осылайша өлімдердің коллекциясын жинағаннан кейін, мен бұдан бұлай өлмеймін деп шештім. Бірақ бұл қолымнан келе ме білмеймін. Ендеше біз құрылдырмай соғысқа аттанайық деп ойладым. Сондықтан мен көп ұзамай бірден соғысқа аттанып кеттім. Бірақ бұл ісім дұрыс болды ма, дұрыс болды ма, өздеріңіз көріңіздер. Достар, бізге ана қызылдарды өлтіру керек. Біз қазір жай ғана тыныш оң жақпен барып оны өлтіруге тырысатын боламыз. Барынша бізді байқамаса екен деп тілеймін. Байқамаса екен. Не, біреу бар бізде достар, біреуін өлтірдім. Жоқ, қалай? Осылайша өлімнен рекорд шығартқаннан кейін біздің басты жауымыз қызыл болғандықтан мен темір қылышымды алып қызылдардың территориясына аттанамын. Бұл жерде менің алдыма қызылдар шықты, бірақ мен қолымнан келгенше төтеп бердім. Досым екеуміз барынша қорғанып, кірпіштермен өзімізді қорғануға кірістік, бірақ бұл ұзаққа созылмады. Достар, мына жерде біз әрең шыдап тұрып, біз кәдімгі сәл болмады өлтірейін деп жатыр. Мен не істерін білмедім, достар. Мынау неткенің, мынау не болды? Осылайша не істерімді білмей, әрі-бері жүріп, мен жай ғана ресурс жинайын деп шештім. Содан соң қарсыластың жеріне барып, аз ғана болсын ресурс жинап, өзіме қанат сатып алам деп шешкен болатын. Достар, бізде 600 ресурс бар. Біз енді қанат сатып аламыз. Қанеке? Вау, сатып алдық. Oh my god! Вау! Осылайша қанатыма көзім тоймай, әрі ұшып, бері ұшып, әйтеуір дегенде мен ұшуды сәлдей болсын үйреніп. Қане достар, мен ұшуды сәлдей болсын үйреніп алған сияқты. Қане көрейік. Жеттік достар, үйрендім мен. Yes.
Біздің басты жолымыз көк болғандықтан мен көктердің территориясына барайын деп шештім. Ендеше келдік көктердің территориясына. Достар, маған ұшқан ұнап қалды, қайта өле береді екен, Бақа деген кәдімгідей ұшқан бар ғой. Үсті ұшып жүре берсем ғой. Қане біз қазір көктердің территориясына секіремін да. Жетіп аламын. Давай. Ей, мынау. Мен қол қатып қалдым. Ей, не болып қалды мынау? Осылайша өзіме көп алып, там деп амай қалып, ұят болып қалды. Мен бұл ісіме күнге дейін ұяламын. Осылайша мен өліп, 3 секундтан кейін қайттан өмірге келдім. Қайтадан яғни тірілдім. Бірақ мен тірілген кезде ол мүлдем кеш болды. Себебі біз жеңіске жеттік. Бұл алаңда тек мен қалдым және өз командама жеңіс әкелдім. Ендеше бұл видеоны каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Егер де осы видеоның екінші часть шыққан қаласаңыздар, мен сіздерден қолдау күтемін. Ендеше мен сіздерге сәттілік тілеймін. Сіздермен болған мен Зеп және де сау болыңыз.